Әкесі өзін ұстай алмайтын мінезі жаман ұлына бір қап шеге береді де айтады. Әр кез өзіңді ұстай алмаған кезде біреуді ренжіткен сайын осы қақпаға бір шегеден қағып отыр деп. Ұлы бірінші күні-ақ 37 шеге қағып тастайды. Келесі күндері өзін бақылап, ашуға бой алдырмай, біреуге жала жаппай, әрекетін бақылап, шегесін азырақ қаға бастайды. Бір күні мүлдем ешкімді ренжітпей, ешқандай шеге қақпайды. Әкесіне жүгіріп келіп, өзінің мінезінің түзелгенін айтады. Әкесі: жарайды балам, енді сол ренжіткен адамдарының ренжіткен сөздеріне кешірім сұрап, сабақ алған әрекеттерінен шегелеріңді суырып отыр дейді. Бала біртіндеп суыра бастайды. Бір күндері шегелердің бәрін суырып болады, бірақ қақпа толған тесік болады. Сонда әкесі айтады: көрдің бе балам, сен біреуді ренжітіп, артынша кешірім сұрап, жүрегіндегі шегені суырып алғанымен, оның орны осы сияқты тесік болып қалады, және ол жара өмір бойы қалады. Сондықтан әр сөзің мен әрекетіңе абай бол деген екен.